Анньоң, достар, сәлем. Бүгін екінші топикке талдау жасайтын боламыз. Экранға назар аударып, мұқият тыңдап отырамыз, иә? Екінші топик біріншіге қарағанда күрделірек, себебі ол көріп тұрғандарыңыздай 3-ші гыптан басталып 6-ші гыпқа дейін жүреді. Топик 2-де 120 балдан жоғары қарай, иә? 120 балдан бастап 120 балға жетсеңіз, 3-ші деңгейді аласыз. 150-ден бастап 4-ші деңгей, 190-нан 5-ші, ал егер 230-300 балдың 230-ын алсаңыздар, онда 6 гыпты аласыздар. 6 гып деген ол таза корей тілін, таза білетін, толығымен меңгерген адам деп саналады олар үшін, иә? Ал енді уақытын қарайық. Екінші топикта 2 бөлімнен тұрады. Ол тітки, сіги және илки. Біріншісінде тітки мен илки ғана болса, мұнда сіги қосылды. Тітки дегеніміз тыңдау, я, аудирование, өздеріңіз білесіздер. Сіги деген жазу, эссе, қандай да бір шығарма жазасыздар. Илки дегеніміз оқу. Бірінші деңгейдегідей тек ана шығарма жазу, эссе жазу ғана қосылды. Берілетін уақыт бірінші тіткиға 60 минут беріледі, 50 сұрақ бар мұнда. Ал екінші жазуға 50 минут беріледі, 4 сұрақ болады. Оның біреуі үлкен эссе, иә? Одан кейінгілері кішігірім ғана, екеуі кішігірім ғана тек бір сөйлем жазуға жет болатын сұрақ, ал қалған екеуі эссе. Біреуінің көлемі сәл азырақ, ал соңғы жазатын 4-шісі көлемі үлкен болады. Оны кейін тағы да түсіндіремін. Ал 3-ші илкиге берілетін уақыт 70 минут, 50 сұрақ болады. Сонда әр қайсына 100 балдан беріледі, барлығы 300 бал. Сұрақ жауап парағы біріншідегідей беріледі. Мұнда аты жөнін жазу керек болады. Аты жөніңіз корей тілінде, ағылшын тілінде. Содан кейін берілген тіркелу нөмірі. Тіркелу нөмірін қара маркермен, өздері берген маркермен белгілеп шығасыздар. Және мұнда жауап парағына ең маңыздысы жауаптарыңызды дұрыс түсіру керек. Шатаспай, және барынша мүмкінді қанша уақыт қалды ма, сол уақытты жіберіп алмай, мұнда жауаптарды түсіріп тұру керек. Және сіздерге эссе шығарманы жазу үшін мынадай парақ беріледі. Қанша сөз жазатынын кейінгі видеоларда тағы да айтамын. Мынау сұрақ кітабы, мұнда топик 2 деп жазылған, тітки мен сігиге берілген бұл сұрақ кітабы. Екеу бірге жүреді. Мұнда тіркелу нөмірін жазасыздар, корей тіліндегі аты жөніңіз және ағылшын тілінде аты жөндеріңіз. Ережені білесіздер, алдыңғы айтып кеткендей, алдыңғы видеода бар. Сізге рұқсат бермейінше бұны ашуға болмайды кітапты. Сыртына міндетті түрде аты жөніңіз бен тіркелу нөмірін жазу керек. Барынша жауап парағын таза ұстауға тырысу керек, жаңа көрсеткен жауап параға. Тек қана берілген маркер, өздері арнайы маркер береді, соны ғана қолдану керек. Және жауап парағына міндетті түрде дөңгелектен шығып кетпейтіндей қылып осылай белгілеу қажет. Жауап беру барысында тыныш отыру керек. Егер қандай да бір сұрақтарыңыз болса, қол көтеріп бақылаушыдан сұрайсыздар. Тітки міне 1-ден 50-ге дейінгі сұрақтар, басындағы сұрақтар оңай, өте оңай, содан ары қарай сәл қиындай береді деңгейге қарай. Яғни оңай сұрақтар қаншалықты алған болса, 3 гыптан 4 гып, 5 гып, 6 гыпқа дейін 50-ге дейінгі сұрақтар қиындай береді. Мұнда бірінші топикке ұқсайды, суретке қарайсыздар, сіздерге 1 рет оқиды, не болмаса 2 рет оқиды диктор, соны мұқият тыңдап отыру керек. 1 рет оқитын болса, 1 рет оқимын, не болмаса 2 рет оқимын деп тыңдаудың алдында ескертіледі. Сол диктор сөйлеп жатқан кезінде. Мұнда суретке қарайсыздар. Қайсы сурет айтып тұрған диктордың әңгімесіне сәйкес келеді. Сол суретті таңдайсыздар. Тек бір жауабы дұрыс болады. Мәселен, мұнда қолымда сүлгі ұстап тұр, Мұнда терезе жаңбыр жауып тұр дейді. Мынау жаңбыр жауып жағада жаңбыр жауып тұр, келді. Аны жауып тұр екен, қарап отыр, Аны енді кетіп бара жатыр. Қол шатыр берейін ба, және еденге бірдеме төгіліп қалған. Осыған байланысты аудионы айтады, дұрыс жауабын таңдайсыздар.
ары қарай мысалы мында 3-ші сұрақты қарап тұрсаңыздар, мындай диаграмма беріледі. Осының қайсы туралы айтып тұрғанын, қайсысына байланысты айтып тұрғанын табу керек аудиодан. Мысалы, мұнда жақсы жұмысқа байланысты 42%, басқалары 11%, 능력해봐 тағы да осындай чинақ боқсық туралы айтылады. Мұнда проценттеріне қарайсыздар, проценттерін айтып жатады аудиода. Сол бойынша тез таңдап үлгеру керек. Аудио оқылып жатқан кезде суретке қарап отыру керек. Мысалы, мұнда 94-тен 2014-ке дейін жоғары қарай шықты дейді. Ал мұнда керісінше 94 2014-ке қарай төмен қарай түсті деп айтады. Сол кезде не айтты, соны тыңдап отыру керек. Ары қарай сол аудио бойынша мұнда не оқылады аудиода, соған жауаптар жазылады. Сол жауапты сәйкесінше табу керек. Және әр тапсырманың үстінде не табу керек, соны жақсылап оқыңыздар. мысалы мұнда 다음 대화를 잘 듣고 여자가 요소 할 행동으로 알맞은 곳을 고르십시오. оған әрқайсысына 2 балл береді, әрқайсысына дұрыс жауабына. мысалы мына келесі әңгімеде 여자 дейді. 남자 여자 деп жазады. 여자 болса әйел адамның жасап жатқан іс әрекетін табыңыз дейді, иә. Әйел адам не жасауды шешті, соны табасыздар. мысалы 앞으로 간다, 회사 간다, оның жұмыс орнына барады, тамақ ішуге барады. және алдын ала бағанағы обещанное место дейді орысша, иә. алдын ала дайындап қойған орынға барады дейді. Осыны табу керек. Әрқайсысына 2 балдан беріледі. Сол үшін жақсылап оқу керек. Ал мұнда мысалы неон бұның тақырыбына оқылып жатқан аудионың мәтініне сәйкес келетін нәрсені табу керек. Кейде сәйкес келмейтін нәрсені тап деп жатады. Оны да жақсылап тыңдау керек. Ал мұнда 여자 емес, енді намжаны тап дейді. Яғни ер кісінің іс әрекетін табу керек. Осыны да жақсылап оқып алу керек. Ал мұнда сұраққа жауап беру керек. 남자, мұнда да ер адам. 남자의 중심 생각으로 많은 것을 고르십시오. яғни ер адам не ойлап тұр, ары қарай не әрекет етуді бел буды, соны дұрыс жауабын табу керек. түсіндік қой, иә? мұнда мысалы ер кісі 무엇을 하고 있는지 고르십시오 дейді. Ер адам не жасап жатқанын табыңыздар. иә? осымен 50 сұрақпен бітеді. 50 сұрақ біткеннен кейін келесі С-ге басталады. 51-ден 54-ге дейін 4 сұрақ. Мысалы, К мен мұнда қараңыз, К-ға Н. К мен Н-ның орнына не жазу керек? Как хан мұнжаңыро. Мынанда қараңыздар, хан мұнжаң тек қана бір сөйлеммен ғана жазу керек. Әрқайсысына 10 балдан беріледі. Сол себепті, мысалы, мұнда хат, көбінесе осындай хат келеді, иә? 교수님께, профессорға жазып жатырмын. міне. 김영미 교수님. бірақ, мұнаға жаздар. 그런데, бірақ, мұнда не жазу мүмкін? бара алмайтын болдым. 정말 죄송합니다 дейді. 정말 죄송합니다. шынымен кешірім сұраймын. кешірім сұрап тұр демек не? Ол уәде еткен жеріне бара алмайды. сол себепті мұнда соны жазасыздар. 저는 못갈 것 같습니다. 죄송합니다 деп жазыпты. 혹시 дейді. 혹시 дегенді білесіздер, иә? мүмкін сіз мына уақытта бос боласыз деп соны сұрайды, соны жазасыздар. 답장 주시면 감사하겠습니다. жауап жазсаңыз алдына алғыс білдіремін дейді, және өлім. Бұл оңай. Ары қарай 52-де бұл жерде де комментні мәтінді оқып шығасыздар. Тез уақыт кетірмей маңыздыларын оқып шығу керек та. Комментнің орнына не жазылады, соны табу керек. 53 пен 54. 53 оңайырақ, 54-ке қарағанда, себебі мұнда 200-300 кілтя жазу керек. 200-300 буын, иә? Подтемнен құралған буын жазу керек. Мұнда екі арнайы не беріледі? Диаграмма
сызба. Осы сызбаға қарап қалай не өзгерді, проценті жоғарыға кетті, проценті төмен түсті, сол нәрсені жазу керек. 53 оңай, оған 30 балл беріледі. Мынау сәл қиынырақ, ең қиынырақ осы, өйткені мұнда 600-700 қылша жазу керек, 50 балл беріледі. Мұнда сіздерге тапсырма беріледі. Осы тапсырманың сұрақтары беріледі. Сіз қалай ойлайсыз, өзіңіздің ойыңыз, мына сұрақтарға жауап және қалай болады, сол туралы жазу керек. Мұнда өз ойын корей тілінде қалай жеткізе алады деген сұраққа жауап бұл, былай айтқанда. Осымен сіги бітеді. Сігиден ары қарай сіздерде илки басталады. Міне, илкидің сіги біткеннен кейін арасында біраз уақыт демалуға уақыт беріледі. Содан кейін илкиді келіп басталады. Илки біраз арасында демалыс, үзілістен кейін басталады. Мұнда дәл сол сияқты оңай сұрақтан басталады. 1-2-ден. Мына жерге не сәйкес келеді? Мұнда уже енді грамматика кетті. ережелер. 친구와 내가 운동장에서 축구를 бос орын. 선생님이 나를 부르셨다. 하거나 하면서 하는데 하든지. мұнда ереже грамматика. шақырды бірақ деген сол грамматикаға, сол сияқты грамматикаларды дұрыстап табу керек. Түсіндік қой, Мұнда илкида барлығы 50 сұрақ болады. 50 соңғы сұрақтардың мұндай толық мәтін болады. Осы мәтінге байланысты мәтінге сәйкес сөйлемді табу керек. Не болмаса бос тұрған орынға не жазу керек, соны табасыздар. Және мұндағы мәтіннің ішінде не туралы мысалы айтылды, соған жауап табу қажет. Топик 2-нің құрамы осындай. Келесі видеоларда қалай тапсыруға болады, және мен өзім қалай тапсырдым, соған байланысты өзімнің опыт тәжірибеммен бөлісетін боламын. Олай болса, видеоларды жіберіп алмау үшін тіркелуді ұмытпаңыздар. Назар аударып тыңдағандарыңызға рахмет. Кім топик жақын арада тапсыратын болса, сол кісілерге сәттілік тілеймін. Ештеңеден қорықпаңыздар. Алға, мен сіздерге сенемін. 안녕. 구독과 좋아요, 알림 설정.